Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрерменім? Асхана әлеміне қош келдіңіздер. Бүгін кезекті видеомда мен сіздерге өзімнің бірінші рет дайындап отырған асымды көрсетейін деп отырмын. Кешкі асқа дайындадым оны. Немерелерім интернет желісінен, YouTube каналдардан, кулинарный каналдардан көрген екен, апа осыны жасап беріңізші деп өтініш жасады. Мен оны өзімде жасап көрейін, қалай шығады екен деп білгім келді, және оны бірден сіздермен бөліскім келіп отыр. Оның дайын болған түрі міне мынандай. Қамыр хасеп деп аталды. Енді қазақша оны қамыр әсіп десек те болады. Әсіптің ішіндегі салмасы қамырға оралған. Оны мантаваркада пісіреміз. Қызыл соуспен және ақ соуспен. Өте дәмді шықты. Сіздерге де кеңес беремін. Осылай немерелеріңізге, үйдегі отбасы мүшелеріне осындай кешкі асқа дәмді тағам пісіріп беріп тұрыңыздар. Бақытты болыңыздар. Онда біз кірісеміз. Міне ісімізге кірісеміз. Бізге керек заттар 550 грамм ұн міне дайындап қойдым, електен өткізіп, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз және 250 миллилитр су. Миллилитр дегеніміз осы 1 стакан, менің мына бокалым 300 миллилитрлік. Ол көп болғандықтан мен азырақ құйдым, өлшеп құйдым 250 миллилитр. Себебі бізге мына ұнға көп болып кетеді, бізге қатты жұмсақ болғаны керек жоқ, орташа жұмсақ болу керек. Енді илеу үшін біз әдеттегідей ортамызды босатамыз. Алдымен суды құямыз. Суымыз салқын. Жылы ыстық судың қажеті жоқ. 1 шай қасық тұз. Тұзды ертіп жібереміз. Жұмыртқаны саламыз да, оны да жақсылап араластырып қозғаймыз. Бәрі жақсы араласып кеткені керек. Енді ұнымызды біртіндеп салып, қамырымызды илеп аламыз. Қалған ұнымызды салып жібереміз түгел. Менің бір 20 грамдай суым жетіңкіремей қалды. Шамалап 1 қасық, 1 ас қасықтай су құямыз. Түбінде қалған ұнын осылай илеп жібереміз. Илеуді столдың үстінде жалғастырайық. Міне, қамырымызды илеп болдық. Енді ыдысымызға саламыз да, бетін жауып қоямыз. 15-20 минутқа. Енді арасына салатын салмасын дайындаймыз. Оған бізге міне 500 грамм фарш қажет, сиырдың фаршы дайын. 250 грамм күріш керек, және осындай бір ірі 2 пияз қажет. Қазір осыларды дайындаймыз салма жасап. Ол үшін алдымен күрішімізді жуып, кішкене ыстық суға сала тұрамыз. Одан кейін пиязын турайтын боламыз. Кеңірек ыдысқа саламыз күрішімізді. 250 грамм күріш ыстық суға жуамыз да, ыстық суды құйып, бір фаршымыз, пиязымызды турап фаршпен араластырғанша суда ұстай тұрамыз. Және үйде мынандай бір 100-150 грамдай құйрық май бар екен. Осы құйрық майды майдалап турап қосып жіберейін деп шештім. Қазір оны салмасын дайындау барысында турап қосатын боламыз. Қазір мен мына күрішіме жуып дайындап қойдым. Ыстық суды құям. Суды арнайы ысыттым. Ыстық бет құямын күрішке. Күріш бөгіп кішкене пісуге дайын тұрады. Енді мына 2 пиязымызды турап аламыз алдымен. Әдеттегідей пиязымызды ұсақтау етіп тураймыз.
Араластыратын ыдысымызға сала береміз. Тұз себемізде жақсылап мұжғылап аламыз. Міне пиязымыздың соғы шықты. Енді ары қарай жалғастырамыз. Фаршымызды саламыз. Ұмытып бара жатыр екен, бұл құйрықты да ұсақтап турап сажып беруіміз қажет. Міне турап алдық. Құйрықты да фарштың үстіне саламыз. Жаңа пиязға 1 шай қасық тұз салғанбыз. Енді тағы 1 шай қасық тұз саламыз. Фаршқа, құйрыққа арнап. Және 1 шай қасық қара бұрыш саламыз. 1 шай қасық молынан толтырып қара бұрыш саламыз. Және 1 шай қасық толтырып паприка саламыз. Артық 1-1,5 қасық салсақ та болады. Тамақтың дәмін келтіреді. Енді 3-4 қасық сұйық май қосамыз. 3-4. Мына дайын тұрған күрішіміз ыстық суға сап қойған едік. Қазір бұның суын шамалы ғана төгеміз. Соңына дейін төкпейміз. Сөйтіп мұнда қосып жібереміз. Міне мынандай күйінде, су араласқан күйінде. Бұл суды, қалған суды етіміз тартып алады қазір. Пока біз қамырымызды жайып дайындағанша, бұл судың бәрі күріштің бойына, еттің бойына сіңіп кетеді. Салып араластырып жібереміз. Енді жақсылап араластырамыз. Міне су осы кездің өзінде уже азайып қалды. Бұл тұра келе әбден бойына сіңіреді күріш пен ет. Су барысында пияздың да сөлі шығады. Мына араластырып болдық. Кішкене тұзын байқап көреміз. Қамырымызға ораламыз. Қамырымыз тынықты, енді илеп жібереміз алдымен қамырымызды. Домалақтап жақсылап илеп аламыз. Тағы да бір 5-10 минутқа жатқызып демалдырамыз. ұн себелеп отырып қамырымызды жұқалап жайып алатын боламыз. Үлкен етіп жайып алдым. Егер сіздер мұнда үлкен етіп жайып алмасаңыздар, екіге бөліп жаюға болады. Мен енді осындай столым бар, оқтауым бар болғаннан кейін үлкен етіп жайып алдым. Оқтауға ораймыз да, былай гармошка етіп бүктейміз. Бір жобамен 7-8 сантиметрдей
10 сантиметр енді үлкен болса. Менікі бір 8-9 сантиметр болды ау. Қамырымызды былай квадраттарға бөліп алдық. Шамамен 8-9 сантиметрдей болды. 10 сантиметрге дейін кесе беруге болады. Біздің асымыз пісуге дайын. Мен мынандай 2 соус дайындап қойдым. Тұздық. Мынау қаймақ, оған 1 түйір чеснокты езіп салдым, және шай қасықтың ұшымен кішкене қарабұрыш, паприка салдым, және 1 шай қасық аскөк салдым. Мынау помидор қызанақ езбесі, оғанда мынандай 1 шай қасық тола аскөк қостым, чеснок оған қоспадым. Аскөгін араластырып қоямыз. Помидор езбесінде араластырып қоямыз. Аскөгін. Укроп. Укроп, петрушка, қайсысын қалайсыздар, қайсысы үйде бар, соның кез келгенін араластырып қойға болады. Дастарханның сәні болсын деп бірден ортаға қоямыз. Соусымызды 2 қасықтың көмегімен осылай біртіндеп түсіріп аламыз. Міне асымыз дайын. Өте дәмді шыққан сияқты. Аромат иісі аппетитті шақырып, тезірек жегімізді келтіріп тұр. Түрі де сондай керемет. Мен бірінші рет істедім. Менің өзіме өте ұнап тұр. Керемет шықты. Сәтті шықты деп ойлаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жасамасаңыздар жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Өте дәмді тағам екен. Қазір дәмін көретін боламыз. Осындай тағы бір тарелка тола шықты. Семья мүшелеріне, отбасына түскі ас, кешкі асқа ойланбай қоятын тағамның бірі. Қазір біреуінің дәмін көретін боламыз. Шетінен біреуін алып, мынандай тұздығына батырып жеп көрейік. Арасы керемет. Міне, осылай пісіріп жеп тұрыңыздар. Ас болсын.